Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді творожный рогалик жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Дәмі өте керемет, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Творог, қант, қаймақ және ерітілген сары май, сосын 3 жұмыртқаны жарып, блендермен жақсылап араластырамыз. Алдымен ұн мен қопсытқышты жақсылап араластырып алып, сосын массамызға қосып, жақсылап қамырғып илейміз. Қолға жабыспайтындай етіп илеп болды, енді 4 бөлікке бөлеміз. Алдымен суала етіп дайындап аламыз, сосын қатты жұқа етпей әдемілеп жайып шығамыз. Бір зуаладан 12 бөлікке бөлінді. Ортасына варенка сгущенканы салып жасасаңыздар өте дәмді болады. Қызып тұрған пеште 160-180 градуста 20-25 минутта пісіп дайын болады. Ас болсын.